көзіңнің мөлдірін ай. Армысыздар? Саламатсыздар. Қытайда 1,5 миллион қазақ өмір сүреді. Олардың көп бөлігі Іле Қазақ автономиялық облысында тұрады. Қандастарымыздың тұрмыс тіршілігімен танысу үшін Құлжа қаласына келдік. Құлжаның ауа райы жайлы, халқы жылы шырай екен. Ең бастысы жан-жақтан қазақша сөйлеген адамдарды естіп, ерекше толқыдық. Бұл влог басқа влогтардан өзгеше, махаббат, сағыныш, бауырмалдық сезімдеріне толы. Жайланып отырып көріңіздер, пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Құлжа Іле өзенінің солтүстік жағасында орналасқан. Қазақстан мен Қытай шекарасынан 90 км жерде. Бұл шаһарға Қытайдың 2 қаласын аралап болғаннан кейін келдік. Бейжің мен Шаолин мектебі ұнады әрине, бірақ бауырдың орны бөлек екенін жасырмаймыз. Сондықтан Құлжаға асыға жеттік. Аздап уайымдағанымызды да айтайық. Қалай болар екен, қайда қонамыз, кіммен сұхбаттасамыз деген сұрақтар мазалады. Дегенмен ол уайым Үрімжі әуежайына түскен бойда сейілді. Жергілікті қазақтардың қонақжайлығы бірден сезілді. Бізді Долқын есімді жігіт күтіп алды. Айтпақшы, Дженжоудан Үрімжіге ұшақпен келуіміздің бірден бір себебі Қытайда ішкі рейстердің бағасы қолайлы. Оның үстіне біз Aviasales KZ қосымшасын пайдаланамыз. Бұл арзан әуе билеттерін іздеу және саяхаттан кэшбэк алу жүйесі. Долқын алыс жол алдында жүрек жалғап алуды ұсынды. Бір апта бойы астан қиналғандықтан бұл ұсынысы бізге әбден жақты. Өзімізге үйреншікті тамақ жесек дұрыс болар дедік. Ол жергілікті қазақтардың тағам жайына барды. Иә, мұнда асхананы солай атайды екен. Кірген бойда қазақлықтың иісі шықты. Іште отырған адамдар, қабырғаға ілінген суреттер жылылық сыйлады. Тағам жайды ашқан Құрманәлі мырза мен келіншегі Базар ханым. Мен есім Құрманәлі Елубайұлы болады. Өзім осы Жұңғы, Шинжаң, Құлжа қаласы, Күнес ауданында туылып өскем. Туған жерім Үшбұлақта, оның осы асхананың аты Үшбұлақ болады. Үшбұлақ шайханасы, былай айтқанда Үшбұлақ тағам жайы. 2013-тен бастап осы жерде тұрып отырмыз. Мына кафені ашқалы 1 жыл болды. Жұңғыға қош келдіңіздер. Мынау ғой айран, өзіміз қолда ұйтамыз. Осындай немнеге қораптап қоямыз. Осы жерде? Өзіміз ана апайым ұйтады. Бұны енді адам көп кезде құю қолайсыз болып қояды. Осындай қорапқа құйып қоямыз енді дайын болу үшін. Мынау ғой ашмал. Қазақша енді суық бидай көже деп қоямыз ғой, енді ішінде бидайдың, арпаның несі бар. Мына жерде чүбәт бар, мынандай. Бұның да осындай қорапқа құйып қоямыз енді. Мынандай сүтін алам десе сүтін береміз. Аштысын алам десе аштылап теңшеп береміз бұны да. Сүт қаншадан бұл жатыр? Бізде 50 яннан болады сол. 50 яннан. Көбіне келетін адамдар сол өзіміздің қазақтар ғой. Өзіміздің қазақтар және өзіміздің қанжу жолдастар, одан ұйғыр жолдастар, көбінше өзіміздің қазақ ұлттар. Неге десеңіз, бізде бұл жерде қасымызда Қазақстан консул бар. Виза аштырғалы келетін қазақтар өңірде. Осы Шинжаңның жерінен келетін қазақтардың бәрі осы жерге жиналады. Соны осы жерге келген, осы жерден тамақ ішеді, келіп көріп. Одан кейін мына жағымызда және докторхана бар, үлкен докторхана бар. Ол өспе докторханасы дейді, қазақтар сол жерде келетіндер, осы докторханада мына жағымызда жүректің докторханасы бар. Сол докторханадан келген қазақтар бар. Жан-жағымызда осы істеп жатқан не десек болады. Мекеме орындары бар, сол жердегілер көп. Осы жерден келіп тамақтанады. Сармай. Бұны енді бір чайда отырып, әңгіме айтып, чаймен, бір шағын чаймен, тармен, бауырсақ жеп, әңгіме айтып, осылай ішуге қолайлы болсын деп осындай сап қоямыз енді. Бұл қарақат варинасы деп қоямыз енді. Қоспа қосылмаған ешқандай қазақи. Үйнақсты жері қысаш. Алға жүрек па кішкене? Онда пәйгі тоңашы. Еңді ашуа жешіна. Бұл жерде енді таңертең бұда бауырсақ, черпектер бұны жерде тошып тұрады енді. Әзір ғой кеш батқаннан кейін таңертең астар таусылды деген сөз. Әзір енді бауырсақ, мына черпек, бұл кісілердің бәрі сондай. Бізге келген мейман кісілер дегендей. Мына лаңмандар.
Lağmanlarımız, sürü lağman. Mine de bir lağman, bizning lağman mınday bo'ladi. Бар қазақ жігіттер. Жаңа кім әндетіп отыр еді? Mine bala bir ән айтып берсін ба? Men әнші. Әнші. Әр ашпаз, әр әнші. Негізі елге жақсы келіп жатсыздар, қарсы аламыз. Бұдан кейін де көп жегеп тұрыңыздар. Тамақтан дәм татып тұрыңыздар міне. Бір әуде жүрмеңіз бе? Ән айтып берсей. Бір шумақ, сырттан естіп қалып. Mikrofon tağып olsay. Mikrofон осылайды, естіледі, дауыс жарқын сияқты. Барадай аулым көшіп, қызыл жарғай, таң атар шолпан туып, сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүрек майда жалай, бар мекен біздей әнтізарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Сауен шаң пиңжу меңді балай, бар мекен біздей әнтізарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Үйде, міне ғажап. Тамаша. Атыңыз кім еді? Жігітке 70 өнер аздық етеді дейді, сондықтан о да бір өнер мән айтуда. Тамаша, билеп қоям ортасында. Дауысыңыз керемет екен. Есімім Нұрлы Таң. Ал енді мен өзім болсам, атым болса Нұрлы Таң болады. Өзім біле Қазақ облысы Күнес ауданынан боламын. Осы кәсіп істегелі 7-8 жыл болды. Бұл болса да енді азғантай бір өнерім. Шын айтқанда өзім кішкене кезімнен қызығып істеп жатқан аспаздың енді әр түрін білем. Палау басу болсын, мәнті түю болсын, сәй құру болсын деген сияқты. Келіп осындай видеоға түсіріп бізді өстіп қолдап жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Бұйырса елге барып және де жүздесеміз. Ят болады. Болсын еңбектеріңіз ғой? Сіздердің еңбектеріңіз ғой. Алыстан келдіңіздер. Мына енді айран жол болмайды, сон болады дейді. Сон болмайды, жол болады дегендей. Жолдашым мен. Құжаға барар жолдашыңыздар. Рахмет. Аз жол болсын деп. Өздеріңізге. Мен бәрі төлегім деп тұр. Рахмет көп. Рахмет көп. Ал, рахмет көп. Асығыз кел, басыңыз кел. Байқағандарыңыздай асхана иелері ақша алудан бас тартты. Оған қоса жолда шерсіңдер деп 3 айран ұстатып жіберді. Келе салып осындай құрметке ие боламыз деп ойламадық. Көптен көрмеген туысымызбен кездескендей сезім туды. Шынын айтқанда толқып кеттік. Жанармай қаншадан? 95, 855 тен тұр да. 92, 7 юан, 8 юан ғой. Иә. Сізбәй жүрсен. Қазірге мен бір бак май қойдым, 493 юан болды. 500 юан деген ақшадасың да. Үрімжі мен Құлжа арасы 700 шақырымда екен. Жолдың сапасы жақсы, бірақ мұнда жылдамдықты 100-ден асырмайды. Барлық жерде камера қойылған. Ауылға жеткенше толқынмен әңгіме айтып бардық. 10 сағаттың қалай өткенін байқамайда қалдық. Бірнеше күн ет деп едік, етке де жеттік. Құлжаға келдік. Менің бір аптада арманым орындалды. Біз Тоғыстары ауданында тұратын Тұрсынбек атаның шаңырағына қонақ боп түстік. Менің инстаграмымды көретін жандар Көкпаршы қыз Алтынай деген кейіпкерімді танитын шығар. Міне, Тұрсынбек атамыз сол Алтынайдың әкесі Еркінбектің туған ағасы. Еркінбек Қазақстанға көшіп кеткен, ал Тұрсынбек пен басқа бауырлары Қытайда қалған. Бір қызығы Алтынайдың видеосы мұнда да жақсы таралыпты. Тұрсынбек атаның үй іші қызымызды елге таныттың деп бізді құшақ жая қарсы алды. Тоғыстар ауданының қазір 6-шы ауылындамыз. Өзімізді қонақ еткен ағайындылардың үйін көрсетпекшіміз. Қабыл алыңыздар. Үйге не дейміз? Рум-тур. Жүріңіздер. Дизайны ерекше екен. Ерекше. Табылдырып танытайық. Міне үйдің ішіне кірдік. Тұрсынбек атамыз, мына жақта апамыз.
Мен өзім Іле облыстық осы Тоғыстыр ауданының Тігарық ауылынан болам. Мына жақ әкем, мына жақ шешем, аты Зинат, ана жақ әкем, аты Тұрсынбек. Үш жерде бір жағы диқаншылық, бір жағы шаруашылықпен шұғылданамыз. Өзіміздің басқа бөлектей кәсібіміз бар. Үй жасаймыз солай. Үй безекшілік қыламыз ғой мысалы. Мынаның бәрі сіздің жұмысыңыз ба? Осындай, өзіміздің сол кәсіп кішігірім үш жерде ауылда істеп жүрген. Таныс дауыс па деп па? Дұрыстап тыңдаңыздаршы. Қытайдың сериалы, бірақ қазақша дыбыстау. Осындай бірнеше арна бар екен. Әнші, қайратты бол. Олар сондай үздік, дарынды. Олар бірге болуға тиіс. Оның алғашқы махаббатының басталғаны, сенің іште жақсы көруіңнің аяқталғаны, жүрегіңде шын бар екенін Аннаға білдірме. Бәлкім мәңгі ұмытпайсың. Қытайдың дорамасы ғой. Әпкесі мен сіңлісі бір жігітке ғашық болған деп кіріп кеткен дей ме ше? Арт жағымыз екіге бөлінген қора, негізі сиыр бағамыз. Тамаша. Малды жайып бағасындар ма әлде бұлай? Қорада ұстаймыз? Негізі мұндай нәсілді малды қорада ұстаймыз. Жайғанда түзу жер болса жазда 7 ай, 8 ай, 2 ай ғана жайып білеміз. Болмасын тауға көп үйлесімсіз нәсілді мал болғаннан кейін. Желік малдар болса енді көбінде жайылады. Мен жаңа байқап қалдым, мына жақта ет жайылып тұр. Ол мына жақта ит жүр. Иттің азы ғой мысалы. Анау енді арам өліп қалған жылқы екен, соны кеше әкеп итке азыққа. Иттің азығы ма? Бәсе, қарап қоям, ит тиіспей ма деп қоям. Итке. Өзінің азығы екен ғой. Өзінің азығы сол. Мына жақ қой, не бір ат тұр. Қыста өзіміздің бір ат байлаулы болады ғой бұл жерде. Өзіміз аншамыз көкпарға мінеміз енді, аз күнде қар жоқса. Көкпар тартамыз. Мына жақ сол өзіміз сойыстық мал қыста енді. Бірде екілі борлап өзіміз таза борланған өзіміз сойып жейміз қыста. Соған борлап қойған. Тамаша. Осындай әдейі тұрмысымыз. Қора жақ енді. Біз жақтың қораларынан аса айырмашылығы жоқ екен. Ұқсас. Шөпті былай пресстеп қойыпты. Жинап. Жаңа бір екі ағамыз келіп жинап жүрді? Сол кісілер жинап берді. Мен өзім жеті самағаннан кейін. Сол кісілер көтере берген, сол кісілер әкеп жиып берді ғой. Мынаның біреуі қанша тұрады сонда? Біреу бұл жерде биыл 7 ұян, 8 ұян. Әкеліп жиып беруменен 10 ұянға тура келді ғой. Мына жаздай біздің айдаған жүгеріміз. Жарымын саттық, жарымын сол тиістісін малға береміз, қыстай қолда бағып ше. Үй қанша ауыз? Үй 4-еу, міне 1-еу. Ат жақта ас үймен 5 ауыз үй. Моншамыз бөлек. Ан жақта банағы көмір қанамыз деп қоямыз. Ол бөлек сол. Мына жақта тұрады. Мысалы өзіміздің өкіметтің азырақ толықтырма қаражаты бар үй сағандарға. Кейбіреуіне оқшамайды 20 мың ұян береді, 30 мың ұян береді, 40 мың ұян кеден береді өкімет. Сол анағы жерге жер сілкінісі төзімді салған ғой, мысалы мына жерлерде құйылған симон бетон бар. Ал үйге кірер кезде олар кәдімгі келіп тексеріп алды ма? Тексеріп алады. Тексеріп өздері көріп, толымға толғаннан кейін артынан толықтырма қаражатын ұрып береді артынан. Қандай керемет, жүрекке жылы көрініс, астыда сырмақ. Қараңдар қандай әдемі. Қандай күшті. Жаңағы Зинат апамыз өзі жасаған. Керемет қалың кезден басылған. Әдемі екен, түстері де әдемі. Мына жақта міне көрпе. Мынаны жапқыш әдемі екен. Көрпе төсектерді жинап қойыпты. Қысқасы, қазақтың жылы үйіне келіп, ұйқымыз әбден қанды. Қарнымыз тойды, көңіліміз тоқ. Енді Құлжа бойынша сапарымызды жалғастырамыз. Ал енді Құлжаға барайық. Қала ауылдан 1 сағаттық жерде. Екі ортада күнде қатынап тұрдық. Ары-бері көлікті Еркінжан мырза қамтамасыз етті. Өзі бара алмаған күндері достарына тапсырды. Маған келіншегінің есімі ұнады. Сағым. Әдемі, иә? Жазира бір печенье жеймін деп еді, печеньеға қарық болды. Мынаны қайсысын берсіз? Мынаны берсе?
Burası ana çay mı? Çay ekin. Çay burası. Құлжада бірінші байқағанымыз қала таза. Шамамен 600 мыңға жуық адам тұрады. Шетелде жүріп қазақты көру үлкен қуаныш қой. Ал мұнда көшеде өзіміздің қара көздерді көп кездестіресіз. Жаныңнан қазақша сөйлеп өтіп бара жатса кәдімгідей елең ете қаласың. Алғашқыда ана кісі қазақ сияқты. Әне тағы бір қазақ кетіп бара жатыр деп санап жүрдік. Кейін бұғанда үйреніп кеттік. Қалада қазақша атауы бар мейрамхана, дүкендер жетерлік. Ал сауда орталықтарында ұлттық киім, құдалыққа қажетті бұйымдар сататын дүңгіршектерді оңай табасыз. Мынаның бағасы біздің өзіміздің ақшада 1200 юан тұрады. Бірақ қатып қалған ол баға емес. Қарсы жақтың қалауына қарай келісуге болады. Ал енді мынаның бағасы 800 юан дейміз. Бұны да қатып қалған баға емес. Қарсы жақтың қалауы бойынша келісуге болады. Ал енді мынау әдетте тұрмыста киетін көйлек болғандықтан біз бұның бағасын өте жоғары қылмадық. Өйткені енді әзір қабылдай алмайдышы. Сол үшін бұның бағасын біз өзіміз Қытай ақшасында, Чуңго ақшасында 380 юанға тұрақтастырдық. Ал енді мына киім болатын болса, енді байырғы үлгідегі киім деп фотоға арналған. Бұның бағасы да 1000-нан жоғары болады. Бұны негізі суретке, фотоға киеді. Сондай керемет, жақсы шығады. Құлжаға қарасты Моңғолгүре ауданында туылғамын. Өзім жалпы киім жобалаймын. Мен әне күні сіздер жаққанда барғам. О жақтың рақтарын алып келдім. О жақтың рақтарынан да біз киім шығардық. Жақсы сұранысқа ие. Сендер мата дейсіңдер, біз рақ дейміз. Мысалы, мен мына маталар сендер жақтан алып келдім. Бір талай мата алып келгем, бірақ оларды тапсырыс бойынша тігіп біз иесіне тапсырып болдық. Мынау бізде қазір көп деп сатылады. Сендерде көп деп сатылады. Жаңа мынадан сендер жақта камзол, тойға киетін киімдер тігіліп жатыр. Болады, реңдері әдемі, түстері сондай өзіне жарасқан. Жақсы екен. Ал сіз керісінше біз жаққа апарып сатпайсыз ба? Сендер жаққа апарып сату ой бар ғой. Бірақ енді бір жердің адамдарының көзқарасы мен киім мәдениеті менен бір жердің адамдардың көзқарасында аз парық болады. Сол үшін алдымен сендер жақты түсіну керек. Мен бірден біз жақтықын апарып мен о жаққа сата аламын деп айта алмаймын. Менің байқағаным, сендер жақтың киімдердің сапасы, рағы, реңі, цветтері өте күшті, үйлесімді, бірақ баға өте жоғары екен. Бізден неше есе жоғары. Сол үшін халық оны бірден қабылдап кие алмайды, қол жетпейді. Қол жетімді бағадағысаң, мен ойлаймын, әр қазақ өзінің ұлттық киімін кигісі келеді. Үйде болсын, тойларда болсын. Енді біздің бұл жақта әзір негізі дәстүрлі сатқайланды. Тойларда, туылған күндерде, бас қосуларда міндетті түрде ұлттық киім киеді біздің бұл жақта. Сауда орталығынан шығып, жақын маңдағы саябаққа бардық. Іздегенге сұраған. Мұнда қазақтардың жәрмеңкесі өтіп жатыр екен. Сүрленген ет, қарында сақталған сармай, таң қурай қосылған құрт, бал қосылған қымыз, қалақайдан жасалған сабын, жылқының майы қосылған су сабын, неше түрлі қолөнер туындылары. Бәрі осында. Ұлттық шапанымыз бен тақиямызды киіп, ортасына топ ете қалдық. Жұрт Қазақстаннан келгенімізді естіп, бірі қымызын ұсынып, бірі құрттан ауыз тигізіп, енді бірі кәуабын алып беріп жатты. Қоршап алып суретке де түсті. Кең пейіл ағайынды көріп, тағы толқыдық. Құлжадағы қазақтардың жәрмеңкесіне келдік. Жазира екеуміз. Бұл ұзынан ұзақ созылып жатқан көше Қазаншы деп аталады. Ана жерде Қазаншы Folk Tourism Area in Asian City. Бұл бұрынғы көне қаладағы ежелгі салт дәстүрлер сақталған мекен болып есептеледі екен. Яғни мереке мейрамдарда осы жерге келеді, жұрт жиналады, той тойлайды, әндерін айтады. Сіз тұрсың ғой, ерекше энергетика. Мен Қытайда да емес сияқтым, Қазақстанда да емес сияқтым. Бұрынғы бір ғасырларда ол кезде бәрі бір-біріне жақын, бір-бірінің тілін түсінетін сол бір уақытқа түскен сияқты сезімді бастан кешіп жатырмын. Апаңыз жасаған сабындар таныстырыңыз онда. Мына апам жасады. Бұл сабынымыз Алабата Қалақай Адыраспан ермен дәрішөттің құрамынан шыққан. Қоймаймен жасайды. Дәрілігі сондай күшті.
беттегі бөрткен жарақаттарға денедегі шыққан, бас жуғанға, шаш түскенге сондай пайдасы бар. Өзіміздің қолдан шыққан. Қанша уақытта жасайды сонда бұл сабынды? Бұл сабынды шынай жасаса 1-2 сағатта жасалып бітеді, бірақ бұның материалын дайындау үшін бірталай уақыт кетеді. Ала жаздай осының материал, алабұта, қалақай, адыраспандарымызды орып, өртеп, күлін жейіп, содан сақар шығарамыз. Сақарымыздан сабын шығады, қоймай араластырып сабын жасаймыз. Апам өзі жасаған. Апаңыз жасаған, өзіңіз апаңыздан үйрендіңіз бе енді апаңыз? Болады, үйрендік, бірақ енді жастар жасамайды екен, үлкен кісілер жасайды екен, бұның жолы болады екен өзімдікті. Апам жасайды, сол бізде ғой жасасақ білеміз, бірақ жас адамдар әзірше жасамайды ғой. Жастарға жасауға рұқсат жоқ. Болмайды, жолы болады бұның. Жолы сондай екен ғой. Апам өзі жасайды, біз енді шәкірт болып тұрдық бе. Мынандай сабын кімнің есінде? Бізде қазір енді мұндай сабын азайды ғой. 30-25 ион, е? Мына ерімізде 200 жыл болған ер мынау. 200 жыл болған? 200 жыл, тарихқа ие. Бұл атаңыздан қалған ба сонда? Жоқ, мен бір кісіден алған. Мынаның өзінде 150 жыл болған. Мынау Бегімбет үлгіде жасалған. Бұрын Бегімбет үлгіде жасалған дүниелер. Қайтып мына жақтағы дүниелер бар. Андағы 500 ион. Мыналардың да күміс деп айтатын, күміс. Әдетте бәйгатқа салатын жүгендер. Бұл бағасы қанша? Бұның бағасы 500 ион тұрады. Сабында 7 түрлі құрамы бар, чөптерден. Базарға шыққаны 2 ай ғана болды. Енді не үшін жұпар деп атын қойды деген кезде, енді сіздер білесіздер ма? Жұпар деп атын қойған себебі, біздің қазақта жұпар деген жұпар иісі аңқыған бір аң болған ғой. Содан бұны біз өзіміздің қазақтың енді тұңғыш рет базарға шығып отқан деп жұпар маркалы деп шығарттық. Бұны біз арнаулы құрамыз. Құрғанда олдан жылқының майынан сүзіп аламыз да, одан өзіміздің қазақи чөптәрілер бар. Мысалы, арша дегендей, чуғынық, қалампыр дегендей, осыларды бірақ саламыз. Бұл енді біз шашымыз өте құрғап не болса, көбінесе біз шашымызды бояймыз, көбінесе шашымызды бұйралаймыз дегендей. Ол кезде шашымыз өте құрғап кетеді, құрғап кеткен кезде осыны істесек болады, шашымызда өсіреді, сіздің ана шашыңыздың қатаюы жақсартады. Негізі мен мына кісі шешем болады. Осы 67-ге келді. Осы кісіден үйреніп, осыны қолға алып отырмын. Бәрін осы шешем екеуміз тоқып, шығарып отырмыз. Бәрі адарық қылышпенен, арнайы еңбек күшпенен тоқылған нәрсе, ешқандай бір жиызды ештеңе істетілмеген. Жіпті иіріп, өз қолымызбен ұршықпен үйіріп жасағанымыз. Мынау болса үйдің баулары, мынау болса қыздардың тең жібі. Ал мынау болса мота жапқыш. Мынауымыз ат жабу. Мыналарымыз ат жабу шығады. Мынау енді мыналарда тақта қоржын деп айтамыз. Өйткені мына жіптер тақта түскенде, мынау чай қалта. Мынау болса қазан тұтқыштар. Мынау кішігірім мынандай сөмке әдемдеп жасалған. Мото жапқыштарыңыз қалай, өте ме? Өтеді, керемет. Бұлар заказ бүгін әрең бір тан әрең алып келдім. Маймота жапқышта да сондай керемет. Заказ береді, арнайы тоқимыз, үлгірмейміз қазір тоқып бұларға ше. Біз өзім жалғыз тоққаннан кейін үлгірмейміз, апам жіріп береді, төгіп береді, тігетіндерін біраз тігіп береді. Қалғандан өзім қолыммен осы адар қылышпенен өзім жасаймын. Мынау чай дорба. Мынау жасалған. Ойбай, жоқ. Мынау қазан тұтқыштар. Өздеріңіз енді шығасыздар. Жоқ, сіздерді тартуға бердік. Ойбай, жоқ. Бұл сіздерге алыстан келіп отырда. Сіздерді тартуға беруіміз керек. Біздің осында өніміз келіп тұр екен, өздеріңіз сетіп көріңіздер, қандай екенін. Жоқ, былай ғой, енді өздеріңіз бенз бастатқан адамға тегін беруге болмайды. Аласыз. Бұл мен сіздердің алыстан келген тартуы. Берген тартуым болады сіздерге. Жарайды, рахмет. Алыстан келген. Сіздер Алматыдан келдіңіздер ма? Астанадан келдіңіздер ма? Алматыдан. Біз Бейжіңде болдық, Шаолинде болдық, видеолар түсіріп осы Құлжаға келдік. Енді сіздер ана Қорғастан ар жаққа өтесіздер ғой. Жоқ, біз Құлжадан ұшақпен Үрімші арқылы былай Алматыға ұшамыз. Мен есім Жазира. Жазира, менің атым Жұпар болады. Ернар. Рахмет сіздерге. Рахмет көп. Ой, ұят болды ғой. Рахмет сіздерге, сіздерге берген тартуым. Рахмет көп. Сау болыңыз. Қап-қара емес қой. Қара сабын қап-қара бола бермейді. Жын қара сабының соры сыртына шығады, өнен кейін ауыр болады. Бұрын апаларымыз айтты, қап-қара болады. Ол қатты пысырып жергеннен қап-қара болады. Мына бабында от жағып пысырған. Жылында біз дүзгелесек қараламыз. Осы шөбінің бәрін өзін жинайсыз ба? Өзіміз жинаймыз, трактормен басып аламыз, өртейміз да, күлін сақтап аламыз да, қыстай жасап шығамыз. Тәтеміз бір нәрсе алып кетіңдер деп бізге. Бұл кісінің қолын қайтармайық. Қоянды алайын деп тұр мен. Осы қоянды алсам. Қоян ғой, Жазира. Рахмет.
Нанның өзіне қаншама сағат кетеді ғой жасауға. Соны тегін алып ұят екен. Біз мына жәрмеңкеден шығамын дегенше екеуміз 2 бума пакетке бірақ жатыр. Талқаның бар, қармайың бар, сабының бар деші. Біз өзіміз ара бағамыз, ара баққанымызға 4 жыл болды. Мына бары өз қолымыздан шыққан табиғи жасыл өнімдер. Мына араның өнімдері, өнен кейін мына бал сабын бар, өз қолыммен жасаймын. Осы сапалы жақсы балдан. Бұның енді бөрткенге пайдасы бар, ешқандай химиялық құрам қосылмаған. Кішкентай балалар жуындыруға да. Мау ма? Әркі өнікі о чайнайдыған, ашқазанға яқшы. Өнен кейін сол бетті жылтырататын ролы бар. Әлгі сапалы балдан жасалғанын кейін, ана бетке енді бал әдетте бет ажарландырады ғой. Ажарландыру ролы бар. Бетті ана бөрткенге пайдасы бар. Ана майлы терілерге пайдасы бар. Мына гүл тозаңы. Мынаның ерекшелігі бұл енді ұмытшақтыққа пайдасы бар, ашқазанға пайдасы бар. Өнен кейін мысалы қуық төбе без қабыну дейміз, оған да пайдасы бар. Өнен кейін ашқазанға да адамды қуаттандырады ғой енді. Қуаттандыру ролы бар. Ал мынау араның ұясы дейміз, бұның биянға пайдасы бар, мұрын қабынуға. Соған пайдасы бар, өнен кейін ашқазанға пайдасы бар. Бұны чайнайды. 184 сом. Қазір жүргі қоятырымнан бір жеріне қоятырсың. Қазір мен саған қазы тартып, сен тәттіңді әкеле бере. Осы таңдайғақ деген сүт өніміміз бұрынғы ата-бабаларымыздан қалған өнім екен, ұмытылып кеткен. Осыны шешем айтуынша аз елес бар. Соны жасап шығып, осыны халықтың қалауы менен атын 30 сом андағы. Сөмен атын маркасын алып қамқаймақ. Сөмен бұны тапқырлап шығып, атын таңдайқақ деп қойып, елдің таңдайын қаққысын деп бұрын батырлардың ұзатқан қыздың көштің алдынан алып шығатын сусын екен бұл. Таңдайын жібісінші деп. Сөмен таңдайқақ деп маркасын алып пәтен оқуын бітіріп, әр ауданда әзір бір фундиян дүкөнім бар. Соның бәріне өзім жасап шығам осы. Әр ұлтты аузын таңдайын қақтырып жүрмін енді. Тамаша. Дәмін көріңізші. Дәмін көріңдер. Бұлның фикізаты майын алып, маңызын алып еткен көк сүт мәшінеге тартып шыққан. Кәдімгі сиырдың сүті ме? Сиырдың сүті ғой, соны мәшінеге тартып, маңызын алып етіп, соған жаңағы бал қосып, жасап шыққан. Бұл 100 тексеруден өткен өнім. Тәттісі бар кісілерді ішуіне болады бұл тұтынуына. Балаларға да шоң кісілерге ұйқысыздыққа, қанбастыққа, қанқоюлыққа ішіп жатыр әзір. Мен сияқты тәтті құмар жанға ерекше ұнап жатыр. Сүтке қан қосқан сияқты, сөйтсем бал екен. Сол енді ішсең іше берің келеді. Таңдайыңды қаға бересің демейсің ба? Таңдайыңды қаға бересің, күшті. Жаңа негіз бір рет ішіп көргенбіз. Дәмі аузымнан кетпей, бір айналып қайтып келдік. Бір қышқыл дәмі бар ма, я? Бұл ашиды тағы. Аши ма? Ашиды. Ашығаны кейін бір жағы жаңағы тәтті, бір жағы қышқыл, қымыз сияқты. Негізі бұл сиыр қымызы ғой. Сиыр қымызы деп. Енді біз қазақша сиыр қымызы деп түсінсек болады енді. Таңдайғақ деген қатты ұнап қалды бізге. Қара міне. Бізге келсе күшті болар еді, Қазақстанға бұйырса. Барлық қазақ қыздары, қазақ азаматтарымыз жаңағы осы сияқты өзіміздің салт дәстүрден қалып бара жатқан ата тамағымызды ұмытпай еске түсіріп, кейінгі жастарға бәріне өстіп немене тұрсын деп ойлаймын енді, кәсіп көзін ашып. Жеке мен емес, мен кәсіптенем дегендер болса, қолдап, қуаттап, мынаны со жаққа Қазақстанға жөткеміз десеңдер де, мен селбесеміз шығарып беремін. Бизнеске идея іздеп жүрген қазақ азаматтары біздің видеоны көріңіздер ғой. Ол жерде сол азаматшаның аты жөні де аталған, хабарласыңыздар, байланысыңыздар. Осы өнім бізге ұнады. Сондықтан да осы сапалы өнімді біздің Қазақстанның ішінде таратайық, өзіміз ішіп пайдаланайық, денсаулыққа пайдалы. Сол сіздерге идея. Айтпақшы біз Стив Джобс немесе басқа да шетелдік кәсіпкерлерден мотивацияламыз ғой. Бұл кәдімгі өзіміздің қазақ әйелінен мотивация алдыңыздар деген үміттемін. Боза дейді, боза. Но боза. Бозаның інелері ғой. Қары боза. Бозаның інелері ғой. О, етті жеп әлі бардын. Алдынан біреуді жеп барды. Міне, қайда кетті жағы бала? Міне. Ата-бабаларымыздың құпия есебінен жасалған өнімі, қара жөн өнімдері мінекей, шөлғанар деген өнім осы.
Шөл қанар. Бұны менің әкемнің шешесі, шешем жасайтын, енді мен жасап бұған марка бітіріп, Шинжаң базарына, тойларға, мінекей бас қосуларға құйсаңыздар, сондай керемет өнім. Сәлем, жақсыздар. Менің атым Жалғас болады, осы Құлжа қаласынан, өзінен. Өзім ішпек жемек дүкен ашамын. Өзімнің енді қолдан өндірген өнімдерім, қазақи өнімдерім болса, мынау құрттар, мынау бал құрт дейміз, мынау май құрт дейміз, мынау таңғұрайменен жасаған құрттар. Мынау әдеттегі домалақ құрт енді. Мынау қымызымыз, мынау өзі қазы қартамыз, етіміз, жалжаямыз дейміз, мынау ашымалымыз дейміз. Міне мынаның емдік рөлдары да өте күшті болып шығады. Мыналар қолда арған сармай, ал енді мыналар болса таңғорай, қарақат вариналардан. Мыналар жеңіттер. Міне осындай өнімдерді өзім дүкенімде сатамын. Дүкеніңіз қай жерде? Осы Құлжа қаласында. Енді сұраныштар да өте көп, енді жер-жерге салып беремін әдетте. Әдетте Қарамай дейміз, Үрімші дейміз, жер-жерге. Сол жерде өзімнің алармандарым бар, соларға топ парша қып сатып беремін. Соларда дүкендеріне салып осы вариналарды да, сармай болсын, қымыз болсын, бәрін солар өзі дүкендеріне салып жатыр. Мына таңғурай құрт дегеніңіз қызық болып тұр маған. Бұл өзіңіз ойлап таптыңыз ба әлде бұрыннан бір? Бұл таңғурай құртты енді, бұны әдетте бар ғой. Бұрыннан келген бұл әдетте енді адам неған кезде бұны таңғурайдың суын езіп шығарып, суын әдеттеге қатыққа қосып сүзіп, одан кейін жасап шығарғанбыз мынаны. Дәмін өзгерту үшін ғой, түрлерін, құрттың түрін негізінен көбейту үшін, халыққа таныту үшін. Енді қазақтың өнімдерін негізінен көбейтіп, қандай түрлері бар. Көрсетіп жатырмыз ғой әзір енді. Өте ұнатып жейді осы құрттардың өзі. Мынау бал. Әдетте бал қос қатыққа. Мына бал қосқан. Тұзды емес, тәтті, е? Тәтті құрт. Жеп көрсеңіздер болады. Өте керемет. Тәтті. Үшті. Мына таңғурай құрттан да жеп көріңдер. Таңғурай құрт, қараңыздар. Қызға кәдімгі құрт. Кішкене таңғурайдың дәмі шығады. Қатықтың өзіне, әдетте қатықтың өзі таңғурайды қосып жесеңіздер де керемет. Бүлдіргенді қосып жесеңіздер де керемет болады. Дәмі өте. Соған енді біз енді мына әдетте үйтіп жегенге болсын деп өстіп жасап шығарғанбыз. Мынаның суына ғана емес, кәдімгі таңғурайдың өзін араластырсаңыз да дәмді болады. Ерекше дәмді болады, күшті болады. Сіздер қазақ елден келіп отырсыздар ма? Иә. Қазақ еліне сәлем. Күшті, қарсы аламыз, келіңіздер. Түнгі қандастарыңыз сіздерді жақсы көреді. Келіңіздер. Сіздер де бізге келіңіздер, бұйырса. Тілін, ата дәстүрін ұмытпаған қандастар рухымызды көтеріп жіберді. Жәрмеңкеден кейін ұлттық киіммен Құлжаны біраз араладық. Өзге жұрттың бәрі таңдана қарап сыртымыздан қазақтар шығар деп жатты. Қызығушылық танытып жеке келіп сұрақ қойғандары да болды. Мала Қазақстан алынып тұр. Жоқ, бір апта болды. Қанша күн тұрасыз? Ертең қайтамыз, ертең қайтамыз. Жақсы екендар. Қыс келе уақытың ба? Ау? Бүгін кепілі әт кетеміз. Жоқ, бір апта болды, бір апта. Бейжіңге келгенбіз, Бейжіңнен бері келіп, енді Ошақтан кетеміз. Мен маңыңды өтмесіне қорғасын өтіп. Жоқ, ұшақпен қайтамыз. Алматы деген мәркез бұл. Байтақ дейді. Бастықтың тұратын жер ғой. Жоқ, Астанада ғой. Астана. Қазір Астана ғой. Бұлар орысчы ұстым кедеймі? Орысчы ұстымы деймі? Жоқ, қазақ тілі. Бұйын қазақтар ұқсымайсыларын сөздерін. Сөзіміз ұқсабай ма? Құлжада қазақша атауы бар дәмхана, дүкендер көп екенін айтып едік. Көше кезіп жүріп солардың біріне кірейік дедік. Таңдауымыз самауырын деп аталатын тағам жайға түсті. Бұл жердің иесі қазаққа келін болып түскен Қытай қызы. Жеңгеміздің қазақша есімі Жаухар. Тамақтанып алғаннан кейін ол кісімен де сұхбаттасудың сәті түсті. Қазақша атым Жаухар, өзім ұйғырша оқығам. Қазақтың келіні боламын. Қазақтың келіні болғанда 21 жылдық келін.
Сол енді қазақшаны сол үйленгеннен кейін, той жасағаннан кейін сол семьяда үйрендім. Енді қазақ баладан өзім 2 балам бар, қызым бар, Айдана деп. Бұл жыл 20-ға келді. Ұлым Айдын деп бұл жыл 13-ке келген. Бір ұлым, бір қызым бар. Екеуді жақсы енді. Өзім нақ негіз сүйегім қазақ болмаса да, енді қазақ балаларының анасымын. Өзімді де қазақтардың бір мүшесімін деп санаймын. Мен чайханада ашқалы 2 жыл болды. Тағамдарда сол баяғы қазақтардың тамағы, сүт жай, бауырсақ, нарын, жылқының еті, наурыз көже сияқты сондай әдемі бір қазақтардың дәстүрлі тамақтарды шығарып жатырмыз. Қазақ тілін үйрену қиын болған жоқ па? Қазақтың салт-дәстүрін бойыңызға сіңіру қиын болған жоқ па? Қалай үйреніп кеттіңіз? Қанша уақыт үйреніп кеттіңіз? Жаңадан осы немеге түскен кезде, келін болып түскен кезде, расында мен ештеме білмеді екенмін. Әуелі қандай немесін алғы таңертең сәлем жасалынды да, сонда да ұқпайды екенмін. Бұл неге сөйтеді? Одан кейін чай ішкен кезде, алдымен сүт қосып, одан кейін қара шай қосып, одан кейін тұз салып, одан кейін немеге құйғанда, бұл неге сөйтіп ішеміз? Ол бір қазанға құя салсақ болмай ма деп сөйтіп ойлайтынмын. Бірақ та кейін ақырын өзімді де түсініп қалдым. Бетісте дәмді болады екен, ал сәлем жасаса, бүгін кісілерге болған құрмет екен деген сияқты. Сөйтіп енді үйреніп кеттім, өзімді де қызығатынмын. Мен әсіл ұйғырша оқығам ғой. Ең алғашта барғанда да қазақшадан оқпай, ылғи ұйғырша сөйлейтінмін. Сөйтіп сөйлейтінмін екен, апам және енем ғой. Сол деген, ой, мына бала не деп жатыр? Біздің қазақ тілін оқпайды, не деп жатыр бұл? Сөйтіп ұрыс кететін. Кейін алғы қызымыз енді дүние келгеннен кейін, балам дүние келгеннен кейін, өзім де ойландым. Осы баламға да енді қансұша үйретсем де болады ғой енді, мысалы. Бұл қазақтың баласы, қан қазақтың қаны, сүйек қазақтың сүйегі. Не үшін осы қазақ тілін үйретпеймін? Ана тілін үйрену керек қой деп сол ойым келіп, сол мен расын айтсам баламмен бірге қазақша үйреніп, одан кейін алдымен өзім үйрендім, одан кейін баламға сол қазақ тілімен тіл шығарттық, ана тілімен. Керемет. Үлгі боларлықтай жан екенсіз, шайсам таңғалып отырмын. Ал сізді мынау қазақтың салт-дәстүрінің ішінен қайсысы мына ерекше таңғалдырды? Дәстүрінің ішінде көп дәстүрі бар ғой, енді қазақ дәстүрлері деген бұрынғыдан келген, ата-бабалардан келген көп дәстүрі бар. Солардың келуді бәрінің сәбәбі бар, бәрінің келу ғылымдығы бар. Енді қазіргі заманда енді көп дәстүрлерді енді көп дәстүрді тастап кетіп бара жатырмыз. Оларды енді мен өзімнің ойым, кейбір дәстүрді тастауға болмайды. Оларды жалғастыруымыз керек. Ал әуелі оларды өзіміздің осындай қазақ болғанлық үшін дүниеге көрсетуіміз керек, білдіруіміз керек та. Енді кейбір, мысалы, кейбір дәстүр бар. Олар мына азырғы заңға, азырғы қоғамға үйлеспей қалды. Енді оларын ақын қол қойсақ болады. Бірақ тыстамай есімізге алып тұруымыз керек. Ұрпақтарымызға білдіруіміз керек. Осындай дәстүріміз бар. Бұны жалғастырмаған сәбебі не? Не үшін сондай боламыз деп соғылармен толық түсіндіріміз керек та. Ешқашан әрқандай дәстүр жаман дәстүр жоқ. Бірақ сол қоғамға, сол қазіргі заманға сол немене дейміз? Бейімдеу керек, соған үйлестіру керек. Соған келмеген жағы бар, келген жағы бар. Солардың бәрін енді тастамау керек деймін мен. Оларын сөзсіз жалғастыруымыз керек. Келе қой, отырамыз. Жоқ. Мен сол жақтың қазағымын, не? Албан сарымын. Шайша қой, отыр. Яғни. Албанға біріміз беріп сарыға. Келе қой, Алматы да менің кенже қызым сөрде ұлым. Апам қасына отыра қой, апам қасына. Айналайын, келе қой. Мына жақта күтіп отқан кісілер бар сол. Сіздерге амандасып қойып Қазақстанға бір сәлем жолдап қойыңыздар деп айтайын дегенбіз ғой. Жоқ. Қостанайдан. Қостанайдан. Арғы солтүстік жақтан, не? Бұқпараға елдің баласы. Қыпшақ. Жарайсың. Қайда жүрсіңдер? Мына кішкентай ғой жаңа біз. Ағады. Жастарың ұзақ болсын, анам болды. Мұрадан жесіп жүр жасаңыздар. Бұйырса, жүзге келген кезде бір татамыз. Бәріміз пенсия шыққан.
Сіз арнайы бір зерттеу жұмыстарын өткіздіңіз бе? Әлде енеңіздің айтқандарыңызына құлақ астыңыз ба? Енеңіз түсіндіріп отыр ма? Әлде жолдасыңыз тәпсірлеп отыр ма? Әлде кітаптардың көмегіне жүгіндіңіз бе? Қалай іздендіңіз? Қалай зерттедіңіз? Бұны мен арнаулы іздеп, үйреніп, үйтіп, неме қылатын уақыты жоқты да үйтіп зерттегем жоқ. Ал енем болса, жолдасым болса, оларды да толық ұқпайды екен. Енді сөздің расы керек, бірақ та мен өзім қызығам. Қазақтарның осындай дәстүр сана болсын, басқа дәстүрлі болсын, солардың бір тұр қызығам. Қызығып сонымен не үшін сондай болады? Әуелі қазақтардың тағамдарында да қызығам. Бұл құрт неге сондай жасалады? Қандай болды? Ең негізі құрт қой, енді сүттен жасалған құрт. Соларды да қандай болады, неге пайдалы деген сияқты өзімнің білгім келеді. Адамның бір тұр әлгі білгің келсе, баяғы өзің барып іздеуің керек қой енді. Не үшін сондай болады деп. Сонда үлкен кісілерден сұраймыз, ақсақалдардан сұраймыз, апалардан сұраймыз. Мен де сондай апалардың көргенде де енді дәстүрлерді, салсаналардан сұрақ қоямын. Білмеген жерім болса сұрақ қоямын. Апа, осындай қазақтың несі бар екен, не үшін екен деп сұрақ қоямын. Сол білгендерін айтып береді. Сөйтіп енді жаңа бір жағы тұрмыс адамды бәр нәрсені білдіреді екен. Мен кісіге немне қонаққа шақырады ғой. Мен қонаққа шақырған адам маған не береді? Жамбас бере ме? Жоқ, немне кәржілік бере ме? Жоқ, ана нем төс бере ме? Мен солардың көңілі қандаймын? Мен келін болсам, әрине маған төс береді. Әгер де мен басқа біреуге барып, мен сыйлы қонақ дейтін болса, әрине маған жамбас беру керек қой. Өйтіп бермейтін болса, мен онда мен сенің көңіліңді ренжі қалам ғой. Мен немін, неге құрметтемейсің? Дұрыс па? Сол сияқты енді қазақ соған өзінің орны белгілеуді немне қандай тамақта. Сол жасаған нарын, бір табақ нарын, ол тек қана тамақ емес, ол басқаларға болған бір түр құрмет. Сондай да енді, сондай дәстүр, ода да бір дәстүр мен. Сол үшін содан бастап мен бір тамақның өзінде де мұншылық, осындай бір білім, осындай бір қазақтарның бір ұлтты да бір белгілеп береді, былайша айтқанда. Сөйтіп неме қылып, адам не болып қалады екен? Ой аға, сіз жақсыз. Сәлем олыңыз. Мына кісілер жақсыздар. Қазақстандан келген кісілер екен. Осы Қытай жақта атақты бір әншіміз, әнші ағамыз. Чәшуді айтқан кісі Дәлелқан аға. Дәлелқан аға. Айтпақшы, сіздің әке-шешеңіз, сіздің туысқандарыңыз, ойбай қазаққа тез жатсын деп бүлікпеді ме, батамызды бермейміз деп айтпады ма, қарсы болмады ма? Дұрыс, о жанды да енді әрине неме болған, қарсы болған. Қалай десе, мен де солардың қолына алақанда өсіп жүрген қызбын ғой. Енді менді де әрине әке-шешем болса да, ой, қызымызды осындай биіктерге ұшыртамыз, айтеміз, бүйтеміз деп, оларыңды да арман, арзу немнесі көп қой енді. Енді кейін өзім сауықтасым, және қазақ жігіт алшымен табысып үйленіміз деген кезде олардың да әрине жүрегі ауырады ғой. Бір жана ұлт басқа, және бір жана дін басқа. Қалай болады кейін қызымыз ол жерге барғанның күні ме, және немнесін бола ма, отырмысқа қалай болады, үйлесе ме деген сияқты алаңдау болады енді әке-шеше болғаннан кейін. Ол кезде біз ұқпаймыз, мен ұқпаймын. Не үшін десем, ол кезде мен ана емеспін, ана болғам жоқ. Тек қана бір қызбын, бір баламын. Сол үшін әке-шешемнің ол кездағы көңіл күйді түсінбейді екен. Енді әзір ойласам, әзірде түсініп отырмын. Сол кезде сөйтіп қарсы қылған, болмайды деп оларды да не қылын. Бірақ та не дейміз, ол кезде біз бала болған ең батыр ғой. Қайратымыз ғой. Алға махаббаттың көзі соқыр дейміз. Сол сияқты ұлтта, дында бәрін көргеніміз жоқ қой. Төтелі соған барамыз деп. Сөйтіп екеуміз қосылдық. Артына келгенде енді әке-шешемді түсінді, көнді. Тағы бір жағын мен жақсы көргендіктен. Мен аяйды ғой мені. Осындай алақанымызды өстіп жүрген қызымыз. Енді мың қателік жасасам да олар кешірім қылады ғой. Әке-шеше деген олар деген ұлы ғой енді. Құлжа Үрімшіге келгелі, әлі тамаққа ақша төлеген жоқпыз. Жергілікті қазақтар аяғымызды жерге тигізген жоқ.
біреуі машинамен алып жүр таңнан кешке шейін. Туысқанымыз емес, бұрын соңды танысымыз емес, бірінші рет көріп тұрған адам. Айтып отырмын ғой, жаңағыны 5 секунд бұрын танысасың, сені үйіңе шақырып атады. 5 секунд бұрын танысасың, саған дастархан жайып берді, ақшаны төлеме дейді. Бүгін сауда орталығында танысқан әйел айтады, қап мен ертең Қазақстанға жол жүретін едім, әйтпесе қазір өзім бәрін көрсетіп аралатып шығатын едім дейді. Мен айтамын, ойбай, жоқ, рахмет. Олай, кісілер қандай құрмет енді. Қазір уақыт қой, егер сен біреуге уақыт бөлсең, сен оны қатты құрметтейсің, қатты жақсы көресің, ол сен үшін сыйлы адам деген білдіреді. Демек, бұл жерде біз сыйлымыз да. Әрбір қазақ бұл жерде сыйлы. Әр қазақ жалғызым дейді ғой. Сол осы жаққа келіп, өзіміздің шынымен де біреуге керек екенімізді, біреудің жалғыз екенімізді түсініп жатырмыз. Біз ана жақта жүріп, кей кезде Қытайдан немесе басқа жерден көшіп келген қазақтарды оралман дейміз. Олар бұл жерде, керісінше бұл жерге сыймай, елді сағынып бізге келеді. Біз келеміз тағы да сыртқа келеміз. Онымыз дұрыс емес. Сондықтан да ойланыңыздар, достар. Бір кісінің бір әңгімесі бар еді. Қазақстанға келіп арманыма жеттім деген. Моңғолияда жүрген, бәрі оған қазақсың деп айта берген ғой. Моңғолдың қоғамына кіргісі келген, мен моңғолмын, моңғолдың азаматымын десе, жоқ сен қазақсың дей берген елдің бәрі. Қазақ болсам, онда Қазақстанға көшейін деген ғой. Сөйтіп Қазақстанға көшіп келсе, біздің Қазақстандағы қазақтардың бәрі оған, о, моңғол деп айтады екен да. Сөйтіп ол кісі айтты, мен Моңғолияда жүріп моңғол бола алмаған едім, енді Қазақстанға келіп, сол арманыма жеттім деген екен. Негізі жылайтындай оқиға екен. Сондықтан бір-бірімізді сыртқа теппейік, қазақты көрсек, әрдайым осылай бауырына бассын, әр қазақ жалғызым дейді. Біздің басқа барар жеріміз, басар тауымыз жоқ. Мына ғой барып қашып кеткен жылап тұрмын Қазақстанда. Енді сұрашы, барасың ба? Барасың ба Қазақстанға? Неге? Қазақстанға барасың ба мен? Болады. Қанша да бар. Барғың келе ма Қазақстанға? Білесің ба Қазақстанды? Көргің келіп тұр ма? Құлжа ұнады. Ал енді мұндағы ағайынның жөні бөлек. Олар бізді, біз оларды көріп бір қуанып қалдық. Бірақ бұл өлкеден бір түрлі сезіммен қайттық. Қимадық па, тағы қалғымыз келді ме, кетпей жатып сағындық па, түсініксіз. Бұйырса, жазды күні қайта келетін болдық. Бұл жақтың табиғаты да әдемі дейді. Арнайы сапар ұйымдастырып, тамашалау ойда бар. Осымен біздің Құлжаға және жалпы Қытайға жасаған саяхатымыз аяқталды. Бізбен бірге болып, влогты аяғына дейін көргендеріңізге мың алғыс, лайк басуды, комментарий қалдыруды, ең бастысы арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Көріскенше. Сау болыңыздар. Тұзды шай ішіп көріп пе едің бұған дейін? Тұзды шай? Жоқ. Қалай